барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен Айша. Мен бүгін өзімнің кітаптарым, өзімнің заттарым тұратын полкама обзор жасайтын боламын. Сіздер болсаңыздар лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұл видео өте қызықты болады вроде. Достар, мен полкама жасамайтын болдым. Тек қана өзімнің заттарыма жасаймын. Потому что ана жақ бос емес. Вот, қазір видеоны бастаймыз. Достар, ең бірінші менде осы помада. Ол маған өте қатты ұнайды. Мен де осы жайлы позор болған кезімді айтып беремін. Бір күні мен осыны жағып барамын ғой. Сосын бәле сағаттай тұрады. Вроде 2 сағаттай тұрған болар. Ерімде сол кезде менің еріме қатып қалғанда қып-қызыл болып кеткен ғой. Ананы көрмей ғой деп жүрмін үшін кәдімгідей позор вообще. Маған өте қатты ұнамайды. Мен помада жақпаймын, потому что екіншісі бұл менің кітабым. Аты Марк Твен Геклибер Финнің басынан кешкендері деген аталады. Бұл кітап өте айта алмай қызықты ғой. Ал менің келесі кітапқа толып кетті ғой. Міне, бұл 3-ші затым. Бұл кітап қызықты, нормально. Мен бұны бастап оқып жатырмын көп. Бұл 3-ші кітап. Мұнда кітаптан қызықты. Сіздерге алуға кеңес беремін өте. Атын айта кетейін. Чепеленің басынан кешкендері. Джордж Родарин деген атты. Осы кітап өте қызықты алғашқы. Келесі бұл менде кілтіме іліп қойған болатынмын. Осындай куромет. Солай ілдіңдер. Осы маған қатты ұнады басында. Но менде екіншісі бар. 3-шісі болса, бұл менде осындай атын білмеймін, но мақта жазады ғой, мақта жазады. Все, достар, мен сіздерге өзімнің ұнайтын заттарымды көрсеттім. Менде басқа көп затты қолданбаймын, потому что бірақ өткізеді. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Всем пока.